Достар, Алма ипотекасы бойынша тағы да бір айта кететін жайт. Алғашқы жарнаңыз депозитте емес, қолыңызда болғаны дұрыс. 15% немесе 20%. Неге олай? Өйткені сіздер алатын үйіңіздің оценкасын жасайсыздар ғой. Сол оценканың суммасынан 85% немесе 80% береді банк. Ал қалғанын сіз өзіңіз қолма-қол бересіз. Қандай жағдайда 85%, қандай жағдайда 80%-ын банк береді, айта кетейін. Егер де сіздің күйеуіңізбен қоса айлық көзіңіз 550-ге дейін болса, 550 мың теңгеге дейін болса, онда алатын үйіңіздің оценкасынан, бағалауынан 85%-ын береді банк. Ал егер де сіздің күйеуіңізбен қоса табыс көзіңіз 550-ден асып кетсе, 640 мың теңгеге дейін, онда сол алатын үйіңіздің бағалауынан 80%-ын аласыздар. Яғни деген сөз 20%-ын қолма-қол беруіңізге болады. Және де тағы да бір нәрсе айтайын дегенім, міндетті емес күйеуде болған. Ажырасқан болсаңыз, болмаса күйеуіңіз қайтып кеткен болса, болмаса тұрмыс құрмаған қыз болсаңыз, қатысуыңызға болады. Ең бастысы пенсионкаңыз жүріп тұрса болды. Болмаса жеке кәсіпкер болсаңыз да қатысуыңызға болады. Болмаса зейнеткер болсаңыз да қатысуыңызға болады. Егер де зейнеткер болса, онда 64 жасқа дейін зейнеткер қатыса алады. 65-те өкінішке орай қатыса алмайды. Өйткені банк ережесі бойынша алатын ипотека 70 жасында біту керек. Сондықтан баршаларыңызға сәттілік.